Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Бүгін біздің сіздермен бірге қарастыратын сайтымыз Визер видео аталынады. Сайттың басты бетінде отырмыз. Міне, енді сайтқа кіріп көреміз. Ол үшін логин басамыз. Бізге бірнеше мүмкіндіктер берілген. Мұның ішінде тіркелу мүмкіндіктері берілген. Сонымен қатар біз мұнда Google аккаунтымызды пайдаланып көреміз. Мен де Chrome'да Google-ға кіріп тұрғандықтан автоматты түрде мен кіріп кеттім. Енді кірген бетте қарайтын болсақ, бұнда ең бірінші көріп отырғанымыз төл ағылшынша. Оны басты бетте мынандай өзге адамдардың жасаған дайын дүниелері көрсетілген. Соны пайдалануға болады. Ол үшін біз тілін орыс тіліне аударып аламыз. Орыс тілі таңдаймыз. Міне бізге енді міне орысша шығып тұр барлығы да. Бұл дайын блокноттар. Осылардың ішінен біз біреуін таңдап алып қазір көрелік, не бар екен. Мысалы, ежелгі грек повестері дегенді алып қарайық. Ашамыз. Интернет әлсіз істеп тұрғандығына ұзақ жүктеліп жатыр, негізі содан жүктелетін. Міне бұнда мынандай көрсетілген тапсырмалар. Міне картада келесі объектілерден номерлеп көрсет дейді. Карта көрсетілген. Тағы да картамен жұмыс. Крит пен Микенаның мәдениеті деген конспекті бойынша сұрақтарға жауап беру сұралады мына жерде. Көріп отырғандарыңыздай. Одан кейін сәйкестендіру тапсырмасы берілген. Одан кейін екі бірдей объекті тап дейді. Оның ішінде екі қала көрсетілген, Спарта және Афина қаласына бөліп көрсетілетін тапсырмалар. Соның қалдырылып кеткен сөздерді мәтіннің ішіне жаз деген тапсырма. Иә, жоқ тапсырмасы. Бірнеше берілген иә, жоқ тапсырмасына. Одан кейін сұрақ қойылған, жауабына терезеге жазуымыз керек. Міне осымен бұл бітіп тұр. Енді өзіміздің тапсырмаларымызды жасау үшін бізге мына плюс белгісі бар, белгіні басуымыз керек. Алдымен мен өзімнің жасаған тапсырмаларымды көрсетейін сіздерге. Ұмытып бара жатыр екенмін, кешіріңіздер. Орысшаға аударып алу үшін егер де ағылшынша сіздерге ыңғайсыз болатын болса, Google-ның аудармашысын пайдаланып, осылай орысшаға аударып алуға болады. Менің жұмыс беттерім дегенді тауып аламыз. Мына екеуі өздеріңіз көріп отырғаныңыздай бағанағы біздің ашқан беттеріміз. Демек біз басқа біреуін таңдаймыз. Бұл менің жасаған парақшаларым дайындаған. Парақша ашылды. Міне сұрақтың жауабын пернетақтаға жазылады. Тағы да сұрақ жауап беретін сәйкестендіру тапсырмасы. Батырлар мен құдайларды бөліп жазу керек. Мына жерде ежелгі грек батырлары мен құдайларын тест сұрағы. Бұнда бір ғана дұрыс жауаппен немесе бірнеше дұрыс жауаппен болуы мүмкін. Менде бір ғана дұрыс жауаппен берілген, барлығы да көріп отырсыздар.
тағы да сұрақ жауап беретін және тағы да сәйкестендіру тапсырмасы. Енді өзіміз қалай жасаймыз осындай тестіні, соған келейік. Өзіміз тест жасау үшін плюс белгісін басамыз, жаңадан тапсырмалар жасау үшін. Жаңа парақша ашылады. Бұл жаңа парақшада мынадай өздеріңіз көріп отырғандай мүмкіншіліктер берілген. Ашық сұрақ деген бұл жаңа сұрақ, оған жауап беру керек. Таңдайсыз, мынандай бет ашылады. Бірінші міне сұрағыңыз қойылады біріншісіне, екіншісінде нұсқаулық, студентіңізге, оқушыңызға берілетін нұсқаулық, сұраққа түсініктеме ретінде жазуға болады. Сондай-ақ дауыспен де беруге болады, оны немесе бейне жазбаларда көрсетуге болады. Әбден болғаннан кейін, жасап болғаннан кейін жасалынды дегенді басасыз. Келесі үлкен таңдау деген бұл тест сұрақтары. Сұрақты мына жерге жазасыз, жауаптарын жазасыз, ішінен дұрыс жауапты таңдайсыз. Тағы да жауаптар қосу керек болатын болса, ішінен бассаңыз, міне былайынан қосыла береді. Қанша жауап керек болатын болса, соншасы. Содан кейін дұрыс жауапты белгілейсіз бірден. Дұрыс жауапты белгілесе жасалынды дегенді басасыз. Бұл жерде мен толтырмағаннан кейін бұл шықпай тұр. Келесі бланк деген бұнда жаңағы мәтінмен жұмыс. Бұнда мәтінді жазасыз. Мәтінді жазғаннан кейін ішіндегі қалдырып кететін сөздеріңізді белгілеп қоясыз. Сол қалдырып кеткен сөздеріңіз сізде сызықшамен беріліп тұратын болады оқушыларға келген кезде. Сол оқушы сол қалған сызықшаның орнына қалдырылып кеткен сөзді толтырады. Міне осындай жаңағы сәйкестендіру тапсырмасы, басқа да көптеген тапсырмалардың түрлері бар. Сортировка деген мысалы басатын болсақ, мынандай екі топқа жіктеуге болады. Жаңағы біздің құдайлар мен батырларды көрсеткеніміз сияқты осы жерге түгелін жазып қоясыз. Сайттың өзі оны бөліп тастайды тапсырманы берген кезде. Мысалы мына жерге сөз таптары деп, мысалы мына жерге тағы басқадай осындай тапсырмаларды екі бөліп жіктейтін тапсырмаларды жазып қоясыз, қанша керек соншасын. Оны компьютер оқушыларға жіберген кезде ол тапсырмалар үстің жақта тұрады, мына жерге толтырылып тұрмайды. Оқушы соларды бөліп жіктейді мына жерлерге. Міне осындай көптеген тапсырмалардың түрлері өте көп, өздеріңіз көріп отырғандай. Осының барлығын пайдаланып, сабақта оқушылар мен оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру мақсатында сабақта осы тапсырма түрін пайдаланып көруге болады. Егер де сіздерді қызықтыратын болса, одан кейін бұны әбден болғаннан кейін назначать дегенді басасыз. Оқушыларға жіберу үшін мынандай әріппен немесе символмен немесе сілтеме арқылы таңдауға болады. Сілтеме бойынша дейтін болсаңыз, жаңағы менің тапсырмам істелінген жоқ, мен толтырған жоқпын, сол себептен де шықпай тұр. Ал істеп болған кезде мына жерде сілтеме шығып тұрады, сол сілтемені көшіріп аласыз да оқушыларға жібересіз. Мысалға, мен дайын тапсырмамды жаңағы тағы да бір ашып көрсетейін. Міне мынау дайындалған тапсырма, жаңағы өздеріңіз көрген. Енді осыны оқушылардың қалай орындағанын білу үшін біз класс 2-ні басамыз. Класс 2-ні бассақ, міне оқушылардың аты-жөндері шығады мына жерде, сол жақта. Сол оқушылардың аты-жөндерін басу арқылы біз қайсының қалай жауап бергенін көреміз. Міне мына жерде бірінші
Әлімханова деген мысалы бірінші сұраққа былай жауап берген, екінші сұрақ сәйкестендіру тапсырмасын орындаған, құдайлар мен батырларды былай жіктеген, тест сұрақтарына жауап берген, қалай жауап бергенін барлығын тексеруге болады. Келесі мысалы Алла берген дегенді алып қарайтын болсақ, бұл оқушы басқаша жауап берген. Өздеріңіз көріп отырғаныңыздай қайсыныкі дұрыс, қайсыныкі қате, өздеріңіз тексеріп отырасыздар. Оқушылардың осы тапсырмаларды қарай орындағанын білу оңай болады. Мысалы Бораш қыз деген таңдайық. Міне осылайша әрқайсының қалай жауап бергендерін осыдан көріп тексере аласыз. Тексеру оңай. Енді тапсырманы оқушыларға осы тапсырманы жіберу үшін жаңа назначать дегенді басатын болсақ, бұл дайын тапсырма болғандықтан бізде сілтеме шығу керек. Бізде бұл дайын тапсырма беріліп қойған уақыт әлі бітпегендіктен бізге сілтеме шықпай тұр. Негізі егер де дайын жоқ, міне шықты сілтеме. Міне ежелгі дүние тарихы бойынша мына копировать деген белгіні басу арқылы біз сілтемені жүктеп аламыз. Міне сілтеме шықты. Осы сілтемені көшіріп аламыз да оқушыларға жібереміз. Бар болғаны сол назначать дегенді басқаннан кейін осындай сілтеме шығады. Сілтемені көшіріп алу үшін басамыз да көшіріп аламыз да, WhatsApp желісі арқылы оқушылардың асқан группасы болатын болса, сонда жібереміз де оқушылар осы тапсырмаларды сабақ үстінде телефон арқылы немесе интернетке қосылған компьютер кабинеті болатын болса, компьютер арқылы орындап сіздерге жібереді. Отправить дегенді басады. Әбден тапсырманы орындап болғаннан кейін сіз содан кейін жаңағы оценка 2.0 дегенді басасыздар. Оқушылардың әрқайсыныкін жеке-жеке қай тапсырманы қалай орындағандығын міне сол жақтағы панель арқылы тексере аласыз. Міне орындаған оқушылардың барлығы да мына жерде тізімдері бір группаның тізімі толықтай тұр. Соның ішінен кез келген оқушыны таңдап алып, қалай орындағанын тексеруге болады. Міне бар, өте оңай, орындалуы да, жасауы да студенттерді, оқушыларды қызықтырады деп ойлаймын. Сіздерге пайдалы болған болатын болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.